Үйсіндер біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, біздің заманымыздың 5-ші ғасырында өмір сүрген. Қытай жазбасында кездеседі. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдан бастап Қытай деректерінде үйсіндер туралы білетін боламыз. Қытай жазбасында ат жақты, ақ құбаша, сары шашты деп жазылған. Үйсіндердің көне қаласы табылды. Шу мен Кеген бойынан. Үйсіндер жайлы жазған тарихшы Симасян. Үйсіндердің шығыстағы көршілері ғұндар. Үйсіндердің солтүстік батысындағы көршісі қаңлылар. Қызыл аңғар Чигу үйсіндердің астанасы. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші және 1-ші ғасырларда үйсіндер сауда-саттық жасады. Қытай елімен. Ежелгі үйсіндердің саны 630 мың. Үйсін билеушісінің лауазымы Гонно Күнми. Қытай патшасына сыйлық жіберді 1000 жылқы. Қытай патшайымына үйленген жылы БЗБ 107 жылы. Үйсін ескерткіштер табылды. Теңлік Қарғалыдан. Үйсіндердің мүсіндік бет бейнесін жасаған Герасимов, антрополог, ғалым.